Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жамбас белдеуі және де аяқтың еркін бөлігінің бұлшықеттері шандырлары, құрылысы, қызметі, қанмен қамтамасыз етілуі және де еріктендіру деген тақырыптарды қамтимыз. Жамбас белдеуінің бұлшықеттері. Алдымен бұлар ортан желектің жоғарғы басынан барып биігіп, ұршық буында оның барлық негізіндегі үш осьтік айналым жасайтын жамбас белдеуі болып табылады. Бұл негізгі екіге бөлінеді, алдыңғы және артқы топтар болып та бөлінеді. Алдыңғы топтың бүккіштері бұл трахеометриялар, оған және мускулс жатады. Бұл да отқанымыз және бел бұлшықтері жатады. Ал онда артқы топқа тұрғанымыз трахеометрия, майор және де трахеометрия бұлшықеттерде осыған артқы топтарға жатады. Енді алдыңғы топтарына кеңінен тоқталайық. Мықын-бел байлығы мускулс илиопсис деп аталады. Бұл яғни мускулс илиоп яғни мықын, ал псевдос деп аталған бел бұлшықеттері. Бұл екі басты бұлшықеттерден тұрады. Бұл бұлшықеттер яғни 12-ші арқадағы дискілер, арқадағы дискілердің бір шеті арқа дискілерінен басталып, екінші шеті бұл денесі омыртқа дискісі және де жоғарғы мықын байлығынан басталады. Және де мускулс илиос мықын бұлшықетінен басталып, фосса спина илиаса антериор супериормен қоса соңғы бөлігі бұл бекитін жері трахеометрия майор яғни трахеометрия майорға барып бекиді. Бұның қызметіне тоқталсақ, бұл супинациямен айналу және де желекті бүгу қызметтерін атқарады. Бұл белдің бөлігінде орналасады. Ал кіші бұлшықет, кіші бел бұлшықеті мускулс псевдос минор деп аталады. Бұның қызметтері яғни бекігуде өте қатты күрделі жатпайды. Бұл яғни бұл көбінесе шандырларды, бұның қызметі бұл шандырларды керіп және де омыртқа жотасын бүгу қызметтерін атқарады. Екіншісі бұл артқы бұлшықеттері, бұл үлкен бұлшықеттер жатады. Мускулс трапециус жатады. Бұл тікелей терінің астына шандырасында бөксе аймағында жайғасқан бұлшықет. Бұл басталады мықын сүйегінің сыртқы беті, фасис соракалумбарыстан басталады. Бекиді, туберосис бүдеуі или туберосистің бірге бекиді. Қызметі аяқты жазады және де оның тұлғаны тіктейтін қызметтерді атқарады. Ортаңғы бөксе бұлшықеті мускулс глютеус медиус деп аталады. Бұл басталады мықын сүйегінің сыртқы бетінде желбеуіш тәрізді құрсақтан басталып, үлкен ұршықтың бүйір бетіндегі оның төбесінің жанындағы жалпа сіңірмен аяқталады. Қызметі бұл жиырылғанда санды көтереді және де бүгу қызметтерін атқарады. Жалпы шандырларды керушілігінде мускулс тензор фасциал латер деп аталады. Бұл эмбрионалды жағынан қараған кезде бөксе бұлшықетінің бөлінісі болып табылады. Бұл басталады мускулс глютеус медиус және ортаңғы бөлігінен басталса, бекиді асық желектің латералды аймағына барып бекиді. Бұның қызметі бөксе бұлшықетінің және де тізе бұлшықеттерінің айналдыру қозғалысын жасау қызметтерін атқарады. Төртіншісі кіші бөксе бұлшықеттері мускулс глютеус минимус кіші деген сөз орта бөксе бұлшықеті болып табылады. Мықын сүйегінің сыртқы бетінен басталып, үлкен ұршықтың алдыңғы бетіне барып бекиді. Бұның қызметі ішкі және де сыртқа айналдыру қызметтерін атқарады. Келесі алмақ тәрізді бұлшықет мускулс периформис деп аталады. Бұл санды сыртқа қарай айналдыру қызметін атқарады. Соңғысы біздің ішкі жапқыш бұлшықет мускулс обтураторис интернус. Бұл барлығымызға белгілі жамбастағы қуысты, яғни мембрана обтураторис болады, яғни жапқыш мембрана жарғақ сонымен және де форамен обтураториумнан басталып, бұл фосса трахеометрияға барып бекиді. Бұл санды сыртқа айналдыру қызметтерін атқарады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау.